Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен отбасыма кешкі асқа тауықтан әзірленген осындай керемет ас әзірлемекпін. Яғни біз қазір тауығымызды маринадтап қоямыз, және сосын оны табада қуыратын боламыз. Сонда дәмі өте керемет болады. Біздің маринадқа осындай бір стақан айран керек. Оны үстіне құйып шығарамыз. Егер сіздің отбасыңыз үлкен, тауықтарыңызды бұдан да көбірек болатын болса, сізге 2 стақан құйсаңыз болады. Яғни тауығыңыздың мөлшеріне қарай. Және тұз, бұрыш өздеріңіздің қалағаныңызша дәмдеушілерді қосатын боламыз. Және бұл жерде мен 2 аз қосып майонез қостым. Мен осындай сарымсағымызды үкіштен өткізсеңіздер де болады. Осылай езіп салатын боламыз. Және укроп. Бұл біздің бақшамызда өседі, сондықтан иісі мұрындар өте керемет болып тұр. Қаншалықты дәмді, иісі күшті укропты таңдап қосатын болсаңыз, соншалықты сіздің тамағыңызға дәмді өте сәнді көрсететін болады. Иісі кәдімгідей мұрын жарып жатыр. Өте керемет. Саламыз. Енді осының барлығын араластыратын боламыз. Достар, ас үйде жүргенде әрбір ханым қолдарын таза ұстайды. Сондықтан менің қолым жақсылап жудым. Ойнамаңыздар. Осылай тауықтарымызды жақсылап араластыратын боламыз. Біздің маринадымыз дайын. Енді осындай бетін салпамен жауып, әр сатыға маринадтап қоятын боламыз. Осылай бетін асыру орнауын пакетімізбен орайтын боламыз. Ауа кірмейтін қойып, жақсылап ораймыз. Жарты сағатқа қалдырамыз. Ал достар, біз осы тауығымыздың қасына мен гарнир ретінде күріш пісіретін болдым. Балаларым себебі жақсы көреді. Мен қазір газымның астына отты жағып, үстіне майымды құйдым. Қыздырып жатырмын. Енді мен осылай күрішке жуа тұра мен қуырып боламыз. Өзін қуырғаннан гөрі осылай жуаны айдалаңқырап тура қуырған жақсы дәмді болады. Бисмилля. Майымызды жуанымызды аламыз. Осылай жалғастырып қуырғанымыздан үстіне күрішімізді саламыз. Hazır. Şöyle bakayım. Aslında sen gidelim. Hayır. Salamız. Dendiriyoruz salamız. Осылай араластырып отырып қуырып аламыз. Достар, осылай күрішімізді жақсылап 5 минут, 10 минут бойы астын жабыстырмай күйдірмей қуырып аламыз. Сосын барып үстіне 200-300 граммдай су құятын боламыз. Оттың астын, күрішімізді жумалап жатқанда оттың астын қатты қоймаймыз. Себебі күрішіміз жабысып қалуы мүмкін. Сосын күйіп дәмі шығады. Негізі көбіне күріштерінде куркума қосып істеген жақсы көретінен бұл қазір таңдалып кетіп қалыпты. Сонымен осылай бетін тегістеп жақсылап қайнағанын күтеміз. Сосын бір қайнағасын бұқтырамыз. Бетін жаппай осылай қайнататын боламыз. Достар, мен суды кішкене неге көп құйдым? Менің
енем үлкен болғандықтан біз күрішті осылай кішкене езіңкіреп пісіреміз. Үлкен адамдар енді тіріні қатты тірі болғасын күріштерді андай шашпа палау қылып немесе кішкене алалау жасап сондай жақсы көреді ғой палауды әртүрлі адамдар. Сондықтан мен ондай пісірмеймін. Көбіне күрішімді жұмсақ қылып езіңкіреп пісіргенді жөн көремін. Себебі енем әтенем жұмсақ болғанын қалайды және солай заказ береді. Күріш пісірейін деп жатсам күрішің жұмсақ болсын дейді. Сосын сол тілекке қантын дайындаймыз. Осылай араларына тесіп қалдырып қайнап жатқан кезде осылай араларына тесіп шығарамыз. Осылай жақсылап қайнағаннан кейін кішкене орта жағына қарай үйіп күрішімізді үстіне пакетін жауып бұқтырып қоямыз. Достарым, ең алдымен асын бұқтырамыз. Және үстіне таза пакетімізді жауып бұқтырамыз. Асы өте төменгі температурада болу керек, себебі күйіп кетеді. Үстін осылай жауып бұқтырамыз. Бастапқы 10-15 минутта тиіспейміз. Содан кейін алып, суы сорып болғасын қайтадан аст үстіне былғап, қайтадан тағы 15 минутқа бұқтыратын боламыз. Ал достар, табамызды қойып, қазір қойып, майын құйдым, қыздырдым. Енді жаңағы бұқтырып қойған тауықтарымызды алып, жақсы қуыратын боламыз. Маринадымыздың иісі өте керемет болды. Осылай міне біздің мұржаны аудардым. Осылай алма-кезек аудара отырып, газыңыз енді өте кішкене шығар. Осылай алма-кезек пісіріп алатын боламыз. Болған соус бар ма? Оны үстіне қойып, тағы бір 5 минутқа бұқтырып қоятын боламыз. Біздің тауықтарымыз тауық болғандықтан тез пісер, сондықтан 5 минутқа дайын болатын болады. Біздің күрішіміз пісіп жатыр. Мен оны тағы да араластырып бұқтырып қойдым. Алла қаласа күрішімде табылғанда бірге пісетін болады, дайын болатын болады. Достар, біздің асымыз дайын болды. Бұл біздің бұқтырылған тауық етіміз. Және күрішіміз. Күрішті мен тек ыдысқа сала салмай, балаларыма, қызыма осылай кішкене де болса сәндеп бергім келді. Сондықтан осылай күрішіміз осындай әдемі әрі жұмсақ болды. Өткенімдей. Осылай саламыз барлығын және аздап сорпасына құятын боламыз. Күріштің немізімізді өте жақсы болады. Дәмді. Және мен балдарым жиі осындай огурцы помидорлар жақсы көреді. Сондықтан қасына осылай әдемілеп қоятын боламыз. Осылай әдемі. Достар, бүгін біздің асымыз дайын болды. Балдарыма беріп, дәмін көрсетейік. Және біз жазда көже пісіреміз. Осылай қаламен қосылып қоямыз. Күрішпен. Осылай өте керемет болады. Дәмді болыпты. Қалай болды, Амина тамақшыларына? Дәмді болыпты. Ас болсын.